Өңірде Астана қаласының мәдени күндері басталды. Бірегей жоба елорданың 20 жылдығына орайластырылған. Бүгін астаналық делегация өлкеге табан тіреді. Алыстан ат терлетіп келген қонақтарды маңғыстаулықтар сән салтанатымен күтіп алды. 3 күн ішінде жастар театрының артистері Қыз жібек, Жанарымдағы жалғыз әуен, Асауға тұсау қойылымдары мен балаларға арналған ертегілер қояды. Ал 27 мамыр күні астаналық өнерпаздар Астанадан ақ тілек атты гала концертін өткізеді. Сондай-ақ Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театрында ақ тілек пен Астана көрмесі де жұмыс істейді. Келі Маңғыстау еліне келіп қалды. Енді осында бірнеше күн бойы өзіміздің өнерімізді, қойылымдарымызды осы Ақтаудың жұртшылығына паш етпекшіміз. Қыз жібек мюзикалы бар, Асауға тұсау қойылымы, комедиясы бар, көзіме көрінсең бала ғашық сахналанған қойылымымыз бар. Және де кішкентай бүлдіршіндерге арналған тоқпақ ертегіміз бар. Осы спектакльдерімізбен Ақтауға келіп жатырмыз.